Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен осындай әдемі, оңай жасалатын, дәмі тіл үйіретін керемет торт жасайтын боламыз. Рецепттің барлық мөлшерін төмендегі описание бөлімінен таба аласыздар. Алдымен кремін дайындап аламыз. Суық сливкиге қант ұнтағын қосып, миксермен сәл қоюланғанға шейін жоғарғы жылдамдықта араластырамыз. Суық сливкиге творожный сырды қосып, массамыз біркелкі болғанша 1-2 минут миксердің баяу жылдамдығында араластырамыз. Міне креміміз дайын болды. Енді кремді кондитерлік қапқа салып, шетке қоя тұрамыз. Морозильниктен қатырылған малинамызды шығарып ерітіп, блендермен езіп, елеуіштен өткізіп аламыз. Қант қосып, қантымыз ерігенше араластырамыз. Енді тортымызды жинаймыз. Савоярди печеньесін алып, малина массасына батырамыз. Ыдысқа печеньемізді түзулеп тізіп шығамыз. Келесі кезекте печеньеміздің үстіне кремді жағамыз. Осылай кезекпен сала отырып, тортымызды жинап шығамыз. Тортымызды толықтай жинап шықтық, енді әсемдейтін боламыз. Мен мұнда клубникамен әсемдейтін боламын, ал сіз өз қалауыңызша кез келген жеміс жидекпен әсемдесеңіз болады. Тортымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Видео ұнаса лайк басып, каналға тіркеліп, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар.